Адам шама келгенше нәрсе жаңа жүгіруді пайғамбарымыз қосып жатқан деген мұсылман адам жүгіріп тұрған жақсы деген нәрсені де сабаққа алып алыңыз. Кейде мысалы көлігіңіз болса да бір 2 шақырым 3 шақырымдық жерге бару керек болса жаяу барасаңыз кейде қайта жолда көп зікір айтып сондай нәрселер айтып барасыз. Сондай нәрсені өз өміріңізге өзіңіз қоспасаңыз ол келмейді. Не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсені істейді. Сол кезде жаңағы құрайыштардың көздері бадырайып, мынау әбден жаңағы Мединаның безгегі әлсіретіп мыналарды оңдырмай тастады деп едіңдер. Мыналарың кәдімгідей киік пен елікке ұқсайды ғой дейді. Сонда олардың ойлаған нәрсесі болмай қалды. Сол секілді әлсіздік деген нәрсені қоғамда Алла Тағала біреуді аурумен сынап жатуы мүмкін, біреуді таршылықпен сынап жатуы мүмкін. Ол жамандық емес асылы. Ол жерде сенің ақыретің шешіліп жатқан нәрсе. Жәннатқа қарай жолың шешіліп жатқан нәрсе. Міне, дәл сол уақытта Алланың жөн көргені сол сізге. Жәннат үшін, ақыреттегі қиындықтан азат ету үшін да, және сені тәрбиелегісі келеді. Сенің ойыңдағындай болмайды, мен ойлағандай болады деген қағидаға сізді көндіргісі келеді да. Сіз соған көнсеңіз, сіз нағыз мұсылмансыз. Керек болса тіпті кешегі сүйікті құлдарының бірі болған мысалы пайғамбар Аюб алейхиссаламды 18 жылға көндіріп қойған Алла Тағала. Оның қасында біз неміз. Сондықтан сырқат келді ма? Жаңағындай бір мысалы сырқат келіп қалған кезде, таршылық болып қалған кезде, біреудің баласы ауырып қалса, тіпті баламыз мысалы жаңағындай біреуміздің үйінде жаңағындай мысалы денсаулығы нашар бала дүниеге келіп жатса да, осындай нәрселер болып жатса да, ол нәрселерді жаңағы анау бүгінгі не сияқты жаңа неге сала бермей, телефонға, интернетке дегендей таныстырып, менде осындай болып жатыр деп ток-шоуға қатысып, мысалы айтайық, менде мұндай болып жатыр деген нәрсенің барлығы пайғамбарымыздың сүннетіне қайшы нәрсе. Бұл мұсылман сенің әлсіздігіңді көрмеу керек. Сенің әлсіздігіңді тек кім көреді? Алла Тағала.